Жұлдызбек Есенәлиев. Қызметтік борышын атқару кезінде ерлікпен қаза тапқан батыл өрт сөндіруші. Бұл өрт 2014 жылы 1 қаңтарда Шымкент қаласындағы Планта жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты дәріс сақтайтын қоймада орын алған болатын. Өрт сөндірушілердің кәсіби, үйлесімді әрекетінің нәтижесінде өрт дер кезінде сөндірілді. Алайда бір өрт сөндіруші қаза тауып, бірі жарақат алды. 1 қаңтар 2014 жылы түнгі сағат 1-1:30 шамасында жұмысқа келген кезімізде Қатын көпір елді мекенінде Планта склады жанып жатыр деп бізді сол жаққа жібереді. Көлемінде бір 30 шақты бала барамыз. Сол жерде өрт сөндіріп жатқан кезімізде кенеттен төбеден плита құлап кетіп, Есенәлиев Жұлдызбекті белінен төмен плита басып қалып, мен аяқтан төмен плита басып қалады. Жедел жәрдем келіп көмек беріп жатқан кезде Есенәлиев Жұлдызды қайтыс болды деп естідім. 2011 жылдан бері Есенәлиев Жұлдызбен жұмыс істестік. Есенәлиев Жұлдызбек бұлайша ақкөңіл, өз жұмысына адал жігіт еді. Жолдасым Есенәлиев Жұлдызбек 2007 жылы азаматтық қорғау органына жұмыс істеп келді. 2008 жылы отбасын құрдық. Өте бақытты өмір сүрдік. 2009 жылы үлкен ұлымыздың тұңғышымыз Әлихан дүниеге келді. 2012 жылы кішкентай ұлымыз Алдияр дүниеге келді. Өте балажан, сондай адамгершілігі мол, өте мейірімді еді. Жұлдызбек жұмысын өте қатты жақсы көретін, аянбай жұмыс жасайтын, жұмысында өте сыйлы болды, абыройлы болды. Соның арқасы шығар, әлге дейін жұмысындағы әріптестері келіп хабарласып тұрады. Әр мейрамдарда балалардың жағдайын біліп, қайғылы оқиға болатын күні үйде қонақ күтіп жатқан біз дабылмен көтеріп шақыртып жұмысына. Сол фармацевтикалық Планта деген қойма өртеніп жатыр екен, үлкен өрт. Сол январдың 1 күні. Сонымен асығып үйден шығып кетті. Содан қайтып үйге оралмады. Ерлікпен қаза тапқаны үшін айбын орденімен марапатталды.